Сәлем YouTube көрермендері. Бүгінгі тақырыбымыз тағы да Qnet туралы болмақ. Qnet'тен ақшаны қайтарып алуға болады. Қалай қайтарып алуға болады? Алдымен Qnet'ке тоқтала кетейік. Википедияда берілген ақпарат, орыс Википедиясында берілген ақпаратқа өзім көбірек сенемін. Және бұл жерде жалпы нейтралды түрде ақпарат беріп өте кетейін. Qnet бұрынғы таңда Gold Quest және QuestNet деп аталған Гонконг қаласында орналасқан, тікелей сатуды қолданатын халықаралық компания және көп деңгейлі маркетингті пайдаланатын халықаралық компания деп жазылған. QA Group компаниясының топтарының негізгі кәсіпорнына жатады және әртүрлі тауарлар мен қызметтерді сатумен айналысады. Жеке гигиена құралдары, үйге арналған тауарлар, биологиялық активті қоспалар, оқыту курстары, сағаттар, зергерлік бұйымдар және туристік пакеттер. Бұл компанияны Гонконгта Виджей Эсфаран және Джозеф Бисмарк 1998 жылы құрған. ТМД елдерінде компания 2009-2011 жылдардан бастап жұмыс істейді, ал 2019 жылдың сәуірінде Qnet өкілдігі Қазақстандағы өзінің 10 жылдықтарын атап өткен екен. Ал енді қараңыздар, бұл компания қаржылық пирамида құрды деген айыппен көптеген елдерде бұл осы Qnet'ке айып тағылған. Мысалы, Иранда осы компанияның филиалдары жабылған және оның мүшелері тұтқындалған. Компанияның қызметі сондай-ақ Канадада және Әзербайжанда тұтқындалған. Компания туралы, тарих туралы айтып керек емес. Айтылған сындар. Компания жиі түрде қаржылық пирамида құруға қатысты жиі айыпталады. Көптеген Ресей бұқаралық ақпарат құралдары, Россия бір арнасы мысалы, өзінің арнайы репортаждарында және мақалаларында Qnet'ті қаржылық пирамида деп атаған. Бомбейдегі сот компанияның қызметін былай деп сипаттаған: в основе компании лежит утверждение о том, что людей можно одурачить, потому истинным девизом является «продай больше, получи больше, одурачив людей». На деле это цепочка, в которой человека одурачивают, а затем тренируют одурачивать других ради заработка. Яғни былай деп жазылған: компанияның негізінде адамдарды ақымақ қылу негізі жатыр дейді. Шын мәнінде бұл жерде адамды ақымақ қылады. Содан кейін басқа адамдарды өзінің табысы үшін, өзінің ақшасы үшін ақымақ қылу, ақшасын алуды үйретеді дейді. 2011 жылы Ресей Федерациясында Новая газета бас прокуратураға Quest International-тың қызметін тексеруге қол жинаған және оның Ресей Федерациясындағы компанияның филиалдарын жабуға қол жинаған болатын. Сондай-ақ Республика газеті Qnet'ті лохотрон деп атаған. Көптеген елдердің мемлекеттері Qnet'ті пирамида деп санайды. 2002 жылы 4 қыркүйекте Австралия парламенті Камерон Томпсон Gold Quest пирамидалар тізіміне жатады деген. Иранның үкіметі Gold Quest'ті мемлекет тарихындағы ірі жемқорлық, айғай-шу оқиғасы деп содан кейін тыйым салып тастаған. Ал ауған үкіметі QuestNet'ті лицензиясынан айырмақшы болған кезде Кабулда кәдімгідей протест болған екен, қарсылық болған екен. Яғни осыны көріп отырмыз, яғни QuestNet, яғни Qnet'тің арты таза емес. Қаншама басқа шет елдерде айғай-шу болған. Мысалы, Түркияда QuestNet 2010 жылы 150 адамның бастамасымен жұмысы басталған. Олардың 80-і ұсталған, кейін жіберілген еді, ал 42 адам сотқа жіберілген. Осыдан кейін жаңағы 2011 жылы сәуірде түрік сауда министрлігі Qnet'тің қызметін QuestNet деп жаңағы осы қызметті тергеген. Quest 3,164 миллион лирге 2010 жылы заңсыз қызметі үшін айыппұл салынған.
2009 жылы Судандағы қарсылықтар көсіністің қызметінің тыйым салынуына әкелінді дейді. Яғни көріп отырсыздар, көптеген шетелдерде бұл QNET-тің арты таза емес. Қаншама жаңағы ақшаны алған, жаңағы пирамида құрды деп осылай айып тағылған. Енді ары қарай айта кететін болсам, QNET-тің өзінің сайты бар, qnet.net деген. Осы жерде тауарды қайтару туралы шарттар жазылған. Бұл жерде өте көп ақпарат. Мен сіздерге сіздің ваше право на отмену договора дейді. Сіздің келісімшартты қайтаруға құқықтарыңыз дейді. Тауарға қатысты, мысалы, Америкадан тапсырыс жасалса 7 күннің ішінде қайтаруға болады екен. 60 күннің ішінде Сингапурдан қайтаруға болады. Австралия немесе Гонконгтан 10 күннің ішінде қайтарып алуға болады. Сондай-ақ 7-го дня от даты покупки, если заказ был сделан с территории любого государства, за исключением стран европейских стран, США, Сингапур и Австралия. Яғни Еуропалық одақ, ақш, Сингапур және Австралиядан бөлек кез келген мемлекеттің аумағынан тапсырыс жасалған күннен бастап 7 күннің ішінде ақшаны қайтарып алуға болады. Ақшаны қайтарып алуға болады екен. 7 күн тек қана. Осыны есте сақтаңыздар. Ол үшін не істеу керек? Нөмірге хабарласу керек. +6 +603. Мына нөмірге хабарласу керек. +603 79 49 82 88 нөміріне 14 күннің ішінде, немесе 14 күн 7 күннің ішінде вообще-то хабарласу керек. Содан кейін олар сізге, операторлар сізге түсіндіреді орысша. Мына Global Support айқұлақ qnet.net осы адреске сіздер жазасыздар. Өздеріңіздің ашылған Yahoo почталарыңыз болады. Сол жерден ақшаны қайтарып алуға болады. Сіздер өтініш жазасыздар. Өтініш жазғаннан кейін сіздер оны хабарласып, міндетті түрде осы нөмірге хабарласып біліп отырыңыздар. Тауарым қайда келе жатыр деп. Олар тауарды бірінші көбінесе Қазақстанда картаға тапсырыс береді. Солар аплайн дейді ғой, солар дұрыс жаңағы Қазақстанда осы карта өткізеді көбіне. Болмайтын карталар өткізеді. Оны сіздер хабарласып, міндетті түрде нөмірге звонып біліп отырыңыздар. Олар бірінші бір жерге жібереді. Тапсырсыңыз, жаңағы возвращение тауарыңыз қарастырылады. Содан кейін бір 2 айдың ішінде қайтадан қандай карточкадан нақтырылса, сол карточкаға түсу керек. Неге? QNET-ке. Кез келген адамдар болса, QNET-тің, компанияның өзінің этикалық кодексі бар вообще-то. Этикалық кодекс дегенде, яғни тәртіп. Қалай әдеп болу керек, әдеп. Бірақ Қазақстандағы НП-лар, жаңағы тәуелсіз өкілдер, олар вообще-то дұрыс қолданбайды. Мысалы, кредит алғызады. Мұнда міне QNET-тің мультфильмі бар. Осы жерде жаңағы этикалық кодекс қысқаша түрде түсіндірілген. Осы жерде міне айтылады. Кредит алғызбайды вообще-то. Ол дұрыс емес нәрсе. Аплайн кредит алғызбайды. Олар, значит, өздерінің кодтерін ғана ойлап тұр. Мен дөрекі түрде айтсам, сіздер кешіріңіздер. Міне. Нет денег на QNET? Пойдем в банк, возьмешь кредит. Независимый представитель не требует оформлять заказ или регистрироваться в качестве независимого представителя. Міне біздің Қазақстанда кереғар көрініс орын алып отыр. Яғни кредит алғызады. 800 мың миллион теңгеге кредит алғызып, қаншама адам осы босқа зар қақсап жатыр.
дұрыс емес, адамгершілікке жат тірлік істеп жатыр. Для регистрации в качестве независимого представителя надо заплатить $30. Это ежегодный взнос. Для того, чтобы начать получать комиссионные от компании, необходимо на определенную сумму либо продать, либо купить продукты или услуги компании. Регистрация $30. Когда сумма от продажи товаров и услуг... Рахмет сіздерге. Осылай жалпы күйреніп тұру менің айтатын ақпаратым. Кірмей қойғандарыңыз дұрыс. Схема бұл вообще істейтін жұмыс емес. Арнаға жазыңыздар, лайк басыңыздар. Пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Рахмет.